Сонда бұларға айтуға болмайды, бірақ соттауға болады. Пәннің мұғалімі деген мамандық жоқ. Ең бұдан да қауіптісі, міндетін білмей өсіп келе жатыр. Арғай індетіп алып кетейік ағамыздың сөзін. Жаңа мектеп мәселесінде 2004 пен 2010-ның арасында мен құқық негіздер деген мектепке арналған 10-шы сыныпқа арналған оқулықтың авторларының біреуі болдым. Ең көп таяқ жеген менмін деп министр болған кезде Асхат Аймағамбетов мырзаға да айтқанмын. Неге? Өйткені менің тарауым қылмыстық құқық негіздері болды. Мен енді 14 жастан бастап сотталатын адамдарға енді айтпайсың ба? Кісі өлтіру туралы, жаңағы денсаулыққа зиян келтіру туралы, зорлау туралы. Маған сосын министрліктен енді бір апайдың несі келеді. Енді ол кісі 40 жыл географиядан сабақ берген шығар, білмеймін. Бір экспертный мнениесі келеді, эксперттік көзқарасы келеді. Бұл балаларға сіздің мысалдарыңыз өте қатыгез. Бұл балаларға қатыгез мысалдар айтуға болмайды дейді. Соны айтамын, мен кері қай жазып беремін. Конституциялық құқыққа тиіспейді, азаматтық құқыққа тиіспейді, еңбек құқығына тиіспейді, қылмыстық құқықтың ең көп 90% менің сөзім болып кетеді. Неге? Мен айтамын, ол 10-шы класстың баласы, 10-шы сыныптың баласы неше жаста? 16-17 жастағы балалар. Ал тоқтаңыз. Бұлар неше жастан бастап жауап береді қылмыс үшін? 14 жастан бастап жауап береді. Ол кездегі қылмыста 21 бап, қазір 30 бап. 30 қылмыс бойынша 14 жастан бастап жауап береді. Қалған барлық қылмыстар бойынша 16-тан жауап береді. Сонда бүкіл қылмыс бойынша 16-тан жауап береді. Сонда бұларға айтуға болмайды, бірақ соттауға болады. Сен қылмыстық қойдың ба дейсің, айтпаймыз біз оған жасамау керек екен. Соттап жібереміз. Бұл бірінші мәселе. Ағарту мәселесі. Екіншіден, мектептерде құқық пәнінің мұғалімі деген мамандық жоқ. Арқалық педагогикалық институтында 6 жыл мамандық шығарған. Баратта, кімсің, мен экономика және құқық негіздерін сабақ беретін мұғаліммін дейді. Ал жақсы, мектептер айтады. Тұра тұр, саған сағат жетпейді. Өйткені себебі 10-шы классқа ғана бөлінген. Тұра тұр, сен тарихтан бере аласың ба оқысын? Жоқ. Мынадан бере аласың ба? Жоқ. Онда жақсы дейді да. Онда демала ғой дейді. Сөйтіп 6 жылдан кейін жабылды арқалық педагогика институтының ол факультеті. Сондықтан бізге сағатты көбейту керек. 6-шы сыныптан бастап, немесе 5-ші сыныптан бастап, қарапайымнан бастап ары жетілдіріп 11-ші сыныпқа шейін апару керек. Және қызығын айтайын ба? Тек қана человек, общество, право, ЧОП дейді ғой. Адам, қоғам, құқық деп өзгертіп тастады да біз түсіп қалдық. 10-ші жылдан кейін, 2010-нан кейін. Біз айттық, адам, қоғам, құқықтың 3-тен 1-і ғана құқық болса, оған 5 адам мініп не істейміз? Бір адамды қалдырдық та бәріміз шығып кеттік. Жоқ деген сөз ғой қазір. Жоқ деген сөз. Енді адам, қоғам, құқық деген пән бар. Ол 9-шы класста, 9-шы сыныпта, 10-шы сыныпта құқық негіздері деген пән бар, бірақ оны таңдаған кезде ғана. Мысалға мен заңгер болғым келеді десем, таңдаймын сол сабақта. Міндетті болу керек қой негізі. Міндетті болу керек. Және 6, 7, 8, 9, 10, 11-де міндетті болу керек. Сол кезде адам өзінің құқығын да ең бұдан да қауіптісі. Міндетін білмей өсіп келе жатырмын. Міндетін де біліп шығатын еді сол кезде. Ал бізде мамандық та жоқ ол туралы. Сосын мен мысалы заң ғылымдарының кандидатымын, PhD деген атағым бар. Мен Асхат мырзаға айтқам. Мектепке барамын да айтамын. Мен тегін сабақ берейінші, өзімнің жаңағы жан рахатым үшін тегін сабақ берейінші. Ол айтады, педагогикалық білімің бар ма дейді. Жоқ. Сен кімсің? Ойбай, мен осы профессор едім, кандидат едім десең, ол айтады, демал дейді. Сенің педагогикалық білімің жоқ, сені жібере алмаймыз дейді. Сондықтан мектептерге олар жіберілмейді. Педагогикалық білімі жоқ болса. Сонда парадокс қой. Тарихшы сабақ береді мектепте. Тарихшы, мен тарихтан ештеңе айта алмаймын, сол сияқты тарихшы маман заңды үйрете алмайды, ешқашан үйрете алмайды. Оған мойындасын, мейлі туласын, туламасын жаттап алып айтуына болады, бірақ мәнін, мағынасын, жанын түсінбегеннен кейін ол айта алмайды. Ол жеткізе алмайды. Сондықтан да бұның арты жақсылыққа апармайды. Жақсы, жалғастырамыз. Қазір қымбатты көрермен, біз 2 минуттан кейін ораламыз.